Так, мені тексеруге мынау келіп тұр. Бұл жекеменшік біреудің жекеменшігі бұр. Жекеменшігі. Сенің бұл жерге келуге, біреудің жекеменшігіне баса көктеп төртеуін келуге рұқсат қағазын көрсетші маған. Біз учаскелік полиция инспектор. Учаскелік полиция болсын. Сіз вызовпен кіресіз. Біреудің арызы бойынша кіресіз. Баса көктеп кіріп, жекеменшік біреудің тексеруге сіз біреудің прокуратурадан қағаз алып келесіз бұл жерге. Осы именно кафе шоқанды тексерем деген қағаз алып кіресіз. Кафеңіз ашық па, жабық па? Ашық па, жабық па, ол сіздің шаруаңыз емес. Мен налог төлеп жатқан мен ол. Сіздің рұқсат қағазыңызды көрсетіңізші, осы кафеге баса көктеп кіріп тексеруге рұқсатым бар деген қағаз болса неменеге келіп тұрсыз? Учаскелік полиция инспектор. Учаскелік полиция тек қана шақыртумен кіреді, 102-мен кіреді. 102 шақырту. Бұлай кіре алмайсыз. Бұл жекеменшік. Мен сіздің үйіңізге кіре аламын ба? Жоқ, бұл сіздің үйіңіз ба или? Жекеменшік менің үйім ғой енді. Мен қоғамдық орын ба? Қоғамдық орын болса да сіз қандай әкеңіздің ақша кіруге болмайды ғой. Кіруге сіз прокуратураның рұқсат қағазымен ғана кіресіз бұл жерге. Сіз қандай мысалы бар? Мысалы сіз баса көктеп кіріп тексеруге құқығым бар деп ойлайсыз ба сіз? Ешқандай да құқығыңыз жоқ сіздің. 102-мен ғана келіңіз сіз. 102-мен. Құқығың бар ма? Онда айтыңыз, қай статьямен, қай заңға бағынып келіп отырсыз сіз? Ешқандай әшейін тексермейді, заңымен тексереді. Заңға бағынады адам деген. Ашуымды баса алмаймын мен. Ашу. Ешқандай ят емес, ешқандай да. Заңмен істейік. Мен салықты төлеп жатырмын ба? Төлеп жатырмын. Заңмен істеп жатырмын. Әркімдер баса көктеп келіп қоқан лоқылыққа жол жоқ бұл жерде. Жол жоқ бұл жерде. Қоқан лоқылыққа. Бар аңдығандарың біз ба сонда жеке кәсіпкерлер? Пожалуйста, басқаларды ловить етіңдер.